байқау сынағының видео шешімін бастаймыз. 24.05 нұсқасы. Кеттік бірінші сұрақ. Егер пластиналарын бір-бірінен алшақтатсақ, оны зарядталып тоқ көзінен ажыратылған ауа конденсаторының энергиясы. Тоқ көзінен ажыратылған деп айтып жатыр. Тоқ көзінен ажыратылған болса, оның энергиясы Q квадрат бөлінген 2C болады. Араларын алшақтатсақ дейді пластиналарын. Сонда бізде сыйымдылық өзгереді. Бізде D артады деп жатыр. Алшақтатсақ, D артады, C кемейді. Егер C кемейтін болса, энергиямыз артады. Демек, жауап бізде болады А. Екінші сұрақ. Толқын көзі 4 минутта 15 метр секунд жылдамдықпен 1200 тербеліс жасайды. Толқын ұзындығы қандай? Лямбда толқын ұзындығы дегеніміз V көбейтілген T период. Демек, период дегеніміз T бөлінген N. 15 көбейтеміз 4 минут деген 240 секунд. Мынау бізде 1200. Екеуін қысқартамыз, 5-тен береміз, екеуін қысқартамыз, 3 метр болады. Жауап болады Б. Үшінші сұрақ. Екі дененің біреуінің массасын 4 есе, ал олардың арақашықтығын 2 есе кемітсе, олардың тартылу күші қалай өзгереді? Тартылу күшінің формуласын жазамыз. G M1 M2 бөлінген R квадрат. Енді біз айтады, біреуінің массасын 4 есе кемітеміз. Мысалға M1 бөлінген 4 болады бізде. M1-дің алдына 4-тен 1 қойсақ. Арақашықтығы 2 есе кемейді, квадрат болған үшін 2-ден 1-ді квадраттаймыз, 4-тен 1. Сонда 4-тен 1 мен 4-тен 1 қысқарады, дәл осы күйінде қалады. Демек, бізде тартылыс күші өзгермейді. Төртінші сұрақ. Жерде 80 ньютон ауырлық күші әсер ететін дененің 2 метр секунд квадрат үдеуімен тік жоғары қозғалған кездегі салмағы дейді. Тік жоғары үдеуімен қозғалып бара жатыр. Демек, салмақтың формуласы бізде mg плюс А. Демек, mg қосылған ma деген сөз былай айтқан кезде. Жерде ауырлық күші 80 ньютон дейді. Демек, бізде mg 80-ге тең. mg 80-ге тең болса, g-ға бөлеміз, масса 8 килограмм. 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16. Сол кезде бізде 96 ньютон деген жауап болады. Бесінші сұрақ. Изобарлық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Изобары қысым тұрақты болатын процесс. Қысым тұрақты болатын болса, бізде еш нәрсе 0-ге тең емес. Арқарда жалғастырамыз. Алтыншы сұрақ. Серіппе қатаңдығы 4 есе азайса, серіппелі маятник периоды. Серіппелі маятник периодын жазамыз. 2π Т тең болады Т бірасты М бөлінген К. Бұл жерде Т мен К бір-біріне кері пропорционал. Т бірасты болған үшін екі жағын квадраттаймыз. Демек, Т-ның квадраты К-ға кері пропорционал. Қатаңдық 4 есе азайса, 4-ті Т бірастын алуымыз керек, Т-ны шығару үшін. Бұл 2 есе болады, 2 есе артады. Кері пропорционал болған үшін. Жетінші сұрақ. Тік жоғары V жылдамдықпен лақтырылған дененің жерге теріс еттегі жылдамдығы тоже бізде болады V. Себебі дене қандай жылдамдықпен лақтырылса, дәл сондай жылдамдықпен жерге түседі. Біз ауа кедергісін ескермейміз. Сегізінші сұрақ. Сыйымдылығы 4 микрофарад конденсаторға 4 микрокулон заряд берілетін болса, конденсатордың энергиясы дейді. Конденсатордың энергиясын тоже Q квадрат бөлінген 2C деп тапсақ болады. 4-тің квадраты 16, микро 10 минус 6-сы 10 квадраттасақ 2-ге көбейтеміз, 10 минус 12-сы болады. 2C 20, 10 минус 6 дәрежесі. 16-ны 20-ға бөлетін болсақ 0,8 болады, 10 минус 6 дәрежесі. 0,8 микрокулон болады деген сөз бізде. 9-шы сұрақ. Бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасының 2 есе үлкен болатын жылдамдығын анықтаңыз дейді. Массаның формуласы бізде m тең болады, m0 бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Енді масса 2 есе үлкен дейді тыныштық массасынан. Демек, 2m0 деген сөз. Екі жағын квадраттаймыз, мынау қысқарады. 4 тең болады 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Орындарын ауыстырамыз. Сол кезде 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат тең болады 4. V квадрат бөлінген c квадрат деген 4 емес, 4-тен 1, 4-тен 3 болады. Егер v-ны табатын болсақ, Т бірасты 3 көбейтілген c бөлінген 2 болады. Енді біз осыны есептейтін болсақ, Т бірасты 3 дегеніміз 1,73, оны көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 2-ге, сонда бізде жауап шығады, шамамен 2,6. Жауап болады бізде Б. 10-шы сұрақ. 0,2 метр биіктіктен еркін құлаған массасы 50 грамм металл шарының жерге соғылар мезеттегі жылдамдығы дейді. Энергияны сақталу заңымен шығарамыз. Біз бастапқыда mgh деген энергия болды. Жерге соғылар сәтте mv квадрат бөлу 2 деген энергияға айналады бұл энергиямыз.
Сонда бізге масса біз үшін маңызды емес. V-ны табамыз. V-ны тапсақ, түбірасты 2G H болады деген сөз. 2 көбейтеміз G 10-ға тең, 0,2-ге тең, 4, 4-тен түбірастынан 2 шығады. 11-ші сұрақ, заттың сұйық күйінен газ күйіне өту процесі не деп аталады? Ол бізде булану. 12-ші сұрақ, белгісіз бір дененің ауадағы салмағы 10 ньютон, судағы салмағы 7,5 ньютон болса, белгісіз дененің тығыздығын анықтаңыз дейді. Мысалға айталық, денені суға қойдық. Судың ішіндегі салмағын өлшеуіміз керек. Судың ішіндегі салмағын өлшеу үшін ілдік, серіппейлі. Мысалға бір неге өлшегішке, динамометрге ілдік. Сол кезде оның салмағы 7,5 ньютон болып тұрады, жоғары көтеретін күш. Төменге қарата ауырлық күші 10 ньютон. Демек бізде судың ішіне тағы да жоғары әсер ететін Архимед күші бар. Архимед күші деген осы екеуінің айырмасын білдіреді бізде. 10 азайтылған 7,5. То есть есте сақтасақ болады. Всегда бізде ауадағы салмағынан судағы салмағын азайтатын болсақ, ол бізде Архимед күшін беретін болады. Архимед күші 2,5 ньютон. Архимед күші екінші жағынан ρ/v-ға тең. Біз бұның барлығын не үшін жазып жатырмыз? Себебі оның тығыздығын табу үшін біз массаны көлемге бөлуіміз керек. Масса, оның салмағы 10 ньютон болса, массасы 1 килограмм деген сөз. Енді көлемді тауып алуымыз керек. Көлемді біз осы берілген, осы жерінен табамыз. То есть біз көлемді табатын болсақ не істейміз? 2,5-ді бөлеміз ρ/ға. То есть мына жерде Архимед күші дегенде біз ρ дегенде судың тығыздығын аламыз. То есть 1000, 1000-ды 10-ға көбейтеміз, 10 000. 10-ның 4 дәрежесі десек болады. Сол кезде бұл бізде не болады? 2,5, 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Көлем 2,5, 10-ның минус 4 дәрежесі, оны үстіне шығарамыз. 10-ның 4 дәрежесін бөлеміз 2,5-ға. Бұл жерде бізде 4000 деген шығады. Сонда жауап болады бізде А. Келесі 13-ші сұрақ. Еркін құлаған дененің құлау уақытының алғашқы 3/1 бөлігінде ауырлық күшінің жасайтын жұмысы 8 джоуль болатын болса, қалған уақыт бөлігінде жасайтын жұмысы қандай болады? Еркін құлаған дененің бірінші формуласын жазайық. H тең GT квадрат бөлінген 2. Енді бізде айтады алғашқы 3/1 бөлігінде. То есть уақыттың 3/1 бөлігінде 8 джоуль. Былай айтайық, бізде H T квадратқа тура пропорционал. Егер T бөлінген 3 уақытта 8 джоуль жұмыс жасайтын болса, біз жасайтын жұмысын біз MGH-пен табамыз. То есть бұл жерде H тура пропорционал тоже. Олай болатын болса, жалпы T уақытта ол қанша джоуль жұмыс жасайды? Біз осы жерден H-ты тауып алсақ болады. Бұл жерде бізде уақыт 3 есе аз, квадраттаймыз 9 есе аз болады. Демек жасайтын жұмысы 9 есе көп болады жалпы. Бұл жерде 72 джоуль болады. Бізде нені сұрап тұр? Қалған уақыт бөлігіндегісін сұрайды. Жалпы 72 джоуль болса, бастапқыда 8 джоуль жасаса, екеуін азайтамыз, қалған уақытта ол 64 джоуль жұмыс жасайды деген сөз. 14-ші сұрақ. Массасы 50 грамм, жылдамдығы 30 метр секунд, жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 секундтан кейінгі потенциалдық энергиясын тап дейді. Біз бірінші оның 2 секундтағы биіктігін тауып аламыз. Биіктігін табу үшін H тең болады V0-ті жоғары лақтырылған үшін минус GT квадрат бөлу 2-ке саламыз. 30 көбейту 2, азайтамыз 10 көбейту 2-ның квадраты бөлу 2. 60-60-тан 20-ны азайтамыз 40 метр болады. Потенциалдық энергияны табамыз. Ол бізде MGH 0,105 көбейтеміз G, көбейтеміз H 0,105, сонда бізде болады 20 джоуль болады деген сөз. Арқада жалғастырамыз. 15-ші сұрақ. Массасы 5 кг дененің импульсы осындай болатын болса, кинетикалық энергиясын табыңыз дейді. EK. Импульсы 10 болатын болса, бұл бізде MV, импульстың формуласы, жылдамдығы 2 метр секунд деген сөз. Сонда 5 көбейту 2-ның квадраты бөлу 2 болады бізде 10 джоуль. 16-ші сұрақ. Су құбырында қимасы 4 мм квадрат тесік пайда болды. Осы тесіктен вертикаль шашылып шыққан су 80 см-ге көтерілсе, бір тәулік ішіндегі судың шығыны. Су шығыны бізде көлеммен беріледі. Біз білеміз, көлем дегеніміз ауданның жүрілген жолға қатынасына тең. H деп алайық, немесе X деп алайық, ол бізде неге тең? V көбейту T-ға тең. Енді бізде жылдамдық жоқ, 80 метр биіктікке көтерілсе, біз жылдамдығын таба аламыз. Жылдамдық бізде Hmax-тың формуласы бойынша, Hmax дегеніміз V0 квадрат бөлінген 2G. Осы жерде біз V0-ді табатын болсақ, түбірасты 2G H болады деген сөз. V0-ді тауып алайық, олай болса 2 көбейту 10, 80 см дегеніміз 0,8,
Осының барлығын есептейтін болсақ, 16 ватт, турасы 16-тан 4 метр секунд деген шығады. Дальше орнына қоямыз, ауданы 4 мм квадрат, метр квадратқа айналдыратын болсақ, оның минус 6 дәрежесі. Жылдамдығымыз 4 метр секунд, уақыт бізде 1 тәулік. 1 тәулікте 24 сағат бар, 1 сағаттың ішінде 3600 секунд бар. Осының барлығын есептеуіміз керек болады. 3600 көбейтеміз 24, көбейтеміз 4, көбейтеміз 4. 1.3800.000 дейді. Оның минус 6 дәрежесі 1.3800.000 дегенде 1/38, оның 6-сы десек болады. Плюс 6-сы, мына жерде бізде оның минус 6-сы 2-ге қысқарып кетеді, 1/38. Шамамен 1/38 деген жауап шығады. 17-ші сұрақ, 45 см болатын көк пішінді болаттан жасалған бір текті денені туға солық батырғанда денеге әсер етуші, кері әсер етуші күштің шамасы дейді. Кері әсер етуші күш ол бізде Архимед күші, формула бойынша ρ/v. Судың тығыздығы 1000-ға тең, 10-ға тең. 45 см болатын болса, куб болатын болса, көлемі А куб болады. 5-нің квадрат кубы 125 сантиметрді кубтаймыз, оның минус 6 дәрежесі болады бізде. Сол кезде бұл бізде 1/25 деген жауап шығады. Жауап болады Б. 18-ші сұрақ, бір энергетикалық күйден екінші энергетикалық күйге өткенде атом энергиясы осынша джоульға азаятын болса, шығарылған фотонның толқын ұзындығы. Фотонның толқын ұзындығы деген бізде формуласы энергиясының H-сы бөлу лямбда. Демек, лямбданы табу үшін біз H-сыны бөлеміз энергияға. 6-6, оның минус 34 дәрежесі, көбейтеміз 3, 8 дәрежесі. Энергиямыз 9-9, оның минус 19 дәрежесі дейді. Қысқартамыз, 2-ден береміз, 3-ден береміз, мұны 3-пен қысқарады. Сол кезде лямбда дегеніміз 2 көбейтілген, оның минус 7 дәрежесі болады деген жауап болады бізде Б. 19-ші сұрақ. Белгілі бір мәліметтер бар, құлау биіктігін тап дейді, серппен 0,1 см-ге сығылады дейді. Денеде бастапқыда белгілі бір энергия бар, mgh деген. Ол құлаған кезде не істейді? Серппені сығады. Серппені сыққан кезде, серппенің сығылған кезде энергиясы kx квадрат бөлу 2 болады деген сөз. Біз осы жерден H табуымыз керек. H табатын болсақ, kx квадрат бөлінген 2mg болады деген сөз. К бізде 400, 0,1-дің квадраты сығылуы 0,100-ден 1 бөлеміз 2 көбейту 0,5 көбейту 10. Но бізде 4 болады. 4-ті бөлеміз 10-ға. 0,4 метр болады деген сөз. Бірақ біз бұл жерде бір нәрсені ескеруіміз керек. Мұна жерде бізде 0,4-ке келіп соғылады, сөйтіп белгілі бір энергия береді. Оған белгілі бір энергия беріп, ол энергия дальше сығылады негізінде. Жауап сонда бізде болады не? Біз 0,4 дегенде белгілемейміз. Себебі не нәрсеге мән беруіміз керек? Бұл жерде ол мына жерге соғылған кезде энергиясын толығымен бұл серппеге бермейді, уақыттың өтуімен береді. То есть серппе ол өзі 0,1 метрге сығылғанға дейін жайлап өзінің энергиясын береді. Демек бізде H деп отырғанымыз мына жердегі мына H емес. Осы H қосылған 0,1 дегеніміз бізде 0,4 болады деген сөз. Демек H-тың өзі бізде не болады? 0,3 метр болады деген сөз. Жауап болады да. Келесі 20-ші сұрақ. Жердегі бақылаушымен салыстырғанда 180.000 км/сек жылдамдықпен қозғалады дейді. Ракета. Сонда санақ жүйесінде 10 жыл өткенде ракетада өткен уақыт. Бізде жердегі өткен уақыт Т болатын болса, ракетада Т0 бөлеміз 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат. Мынау 180.000 деген ол бізде 0,6 С-ға тең деген сөз. Біз білеміз, есте сақтаймыз, осы кезге дейін айтылған еді. Егер бізде мынау 0,6 С болатын, жылдамдық мына түбір астынан 0,8 шығады всегда. Егер мына жерде 0,8 С болса, мына шамадан бізде 0,6 шығады деген сөз. Жерде 10 жыл өтеді дейді. Жерде 10 жыл өтетін болса, ол жерде қанша уақыт өтеді? Ракетаның ішінде 8 жыл өтеді деген сөз. Жауап болады бізде да. 21-ші сұрақ. Контурдағы индукциялық ток әрқашан оның магнит өрісі осы токты тудырған магнит ағынының өзгерісіне кедергі жасайтындай бағытталады деген тұжырымды кім жасады? Ленц ережесі деп айтамыз. Себебі бізде формула бойынша қалай еді? Электр қозғаушы күшіміз дегеніміз дельта фи бөлінген дельта т.
Дельта фи бөлінген дельта т бұл бізде алдындағы минустың ба ленц ережесін білдіреді. 22 еркін түскен дененің 3 секундтан кейінгі жылдамдығы бізде не болады? Джт, я? Просто G-ға көбейте саламыз. 30 метр секунд. 23-ші сұрақ. Стержень жердегі бақылаушымен салыстырғанда 0,8 с жылдамдықпен қозғалады дейді. Ұзындығына, тыныштық ұзындығына қатынасы дейді. То есть L0 дегеніміз бізде, L дегеніміз не еді? L дегеніміз L0 1 минус V квадрат бөлінген C квадрат. Тыныштық ұзындығына қатынасы, ол бізде L бөлінген L0, ол бізде 1 минус V квадрат бөлінген C квадрат деген сөз. Жаңа айттық, 0,8 болады болса, мынадан қанша шығады дедік? 0,6 шығады. Мына жауап бізде болады 0,6. 24-ші сұрақ. Индукциясы берілген ұзындығы бар бұрыштық жылдамдықпен айналады дейді. Біздің стерженіміз. Стержень өзінің орнында тұрып айналады. 20 радиан секунд жылдамдықпен. Осы жерде стерженнің ұштарында бізде магнит өрісі параллель болатын болса, оның ұштарына. То есть ол былай бізде айналады магнит өрісінде. Индукциялық электр қозғауыш күшін тапты. Бұл бізде қалай болады? БВЛ синус альфа болады. Біз бұл жерде синус 90 градусты қолданамыз. Себебі мынау айналған кезде бастапқыда 0 болады, потому что бағытталады. Потом бізде мынандай бір положениеге келген кезде ол төмен бағытталады. Демек біз орташасын аламыз деген сөз. Орташасын аламыз. Немесе біз мына жерде не істейміз? Жылдамдықты біз омега r деп аламыз. Сонда бізде не болады? 0,105 омега 20. R-ымыз бізде радиус дегеніміз ұзындығының жартысын аламыз. То есть 1 бөлінген 2 дейміз. Көбейтеміз ұзындығы 1, синус 90 градусты қолданамыз. Мына жерде бізде 10 болады. Сол кезде жауап бізде болады B. 0,5. 25-ші сұрақ. Суретте көрсетілген сұлбадағы электр тізбегінің тармағы үшін Кирхофтың бірінші заңы. Кирхофтың бірінші заңы не дейді? Мына жерде бір түйін деп алатын болсақ, себебі осы жерде тоқ бөлінеді бізде. Түйінге қанша тоқ кіретін болса, шығатын тоқ та сонша болады дейді. То есть I тең болады I1 қосылған I2. Жауап болады B. Келесі контекстті оқып алған шығарсыздар. Атлеттің мәні бойынша үдеудің ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Бізде қай жерде жылдамдық өте тез өзгереді, сол жерде үдеу ең үлкен болады. Ол бізде қайсысы? Мына бөлік. Жылдамдық қаншаға өзгереді? 10-нан 0-ге дейін. Жылдамдық 10-ға өзгереді. Қанша секундта? 4 секундта. 14-ке бөлеміз, 2,5 болады деген сөз. Жеңіл атлеттің 4 бөлікке бөліп қозғалғандағы графиктен байқалып тұр дейді. Жалпы 4 бөлік бар. Осы 4 бөліктің нешеуінде жеңіл атлет бір қалыпты қозғалған дейді. Бір қалыпты қозғалу үшін жылдамдық не болу керек? Тұрақты болу керек. Ол бізде алғашқы 2 секунд. Басқа жерде ода үдеу бар. Демек, бір бөлігінде ғана ол бір қалыпты қозғалады деген сөз. 28 атлеттің барлық жолдағы орташа жол жүру жылдамдығын табыңыз дейді. Орташа жылдамдықты табу үшін біз не істейміз? Барлық жүрген жолды барлық кеткен уақытқа бөліп тастаймыз. Бізде барлығы 10 секунд. Енді жүрген жолды табуымыз керек. Барлығы 10 емес 12 секунд екен. Мына жерде барлығы 12 секунд графикте. Енді әрбір бөліктегі жүрген жолын табуымыз керек. Жүрген жолын табу үшін біз не істесек болады? Форманы қолданамыз. Мына жерде бұл бірінші бөлік, мынау екінші бөлік, мына жер үшінші бөлік, ал соңғысы төртінші бөлік. То есть бірінші бөлікте ол жылдамдығы 5-ке тең тұрақты 2 секунд жүреді. Демек мен SP-ді табу үшін 5-ті көбейтем 2-ге, 10 метр жол жүреді. Екінші, қалған бөліктерде мен қандай форманы қолданам? S тең болады V қосылған V0 бөлу 2 көбейту T деген форманы қолданам. Енді екінші бөлігіне келетін болсақ, жылдамдығы 5-тен 10-ға дейін артады. Қанша секундта? 2 секундта. Демек 5 қосылған 10 бөлу 2 көбейту 2 секунд. 15 метр жол жүреді. S3 үшінші бөлігінде жылдамдық не істейді? 10-нан 0-ге дейін кемейді. Қанша секундта? 4 секундта. Жылдамдық 10-нан 0-ге дейін кемейді. 4 секундта. Қысқартамыз 2, 20 метр болады. И соңғы төртінші бөлігі, оның жылдамдығы кері бағытта қозғалады. То есть 0-ден бастап минус 5-ке дейін 4 секундта өзгереді. 5-ке дейін өзгереді 4 секундта. Жүрген жолы 10 метр.
Біз бұл жерде жүрген жолын тапқан кезде таңбасын минуспен алмаймыз, иә. Орын ауыстыру кезінде бұл бізде әсер етуші еді, бірақ жүрген жолында бұл әсер етпейді. Жүрген жолын табамыз, енді қанша? 10, 15, 20, 10. Барлығы бізде қанша метр? 40, 50, 55. 55. Демек мен 55-ті бөлемін 12-ке. Орташа жылдамдығым 4-те 58, шамамен 4-те 6 болады деген сөз. Ары қарата жалғастырамыз. 29-шы сұрақ. Атлеттің массасы 60 кг болса, оның максимал кинетикалық энергиясын табыңыз дейді. Максимал жылдамдығын анықтауымыз керек, себебі mv квадрат бөлу 2, я, энергиямыз. Максимал жылдамдығы 10 метр секунд. Демек, максимал кинетикалық энергиясын табамыз. 60 көбейтілген 10-ның квадраты бөлу 2, 6000, 6000-ды 2-ке бөлеміз. 3000 болады деген сөз, немесе 3 километр жол. Жеңіл атлеттің қозғалысы барысындағы орын ауыстыруын табыңыз дейді. Ол 10 метр оның графикті қарайтын болсақ, графикте алғашқы 3 графикте ол 10 бағытта қозғалады, жылдамдығы плюс, ал 4-ші графикте жылдамдығы теріс. Демек, алғашқы 3-еуін қосамыз, 4-шін азайтамыз деген сөз. Сонда 10 қосылған 15, қосылған 20, азайтылған 10. Екеуін жой жіберсек, 15-ке 10 қосамыз, 35 метр болады деген сөз. 31-ші сұрақ. Бізде шарлардың нелері бар, зарядтары бар. Алдымен бірінші және екінші шарды бір-біріне тегізіп, қайттан ажыратырамыз дейді. Ол кезде не істейміз? Екі зарядты қосып, 2-ке бөлеміз. Зарядтарды қосамыз 12. Демек, соғыстырғаннан кейін бірінші денеде 6 күйі болады. Екінші денеде соғыстырғаннан кейін тоже 6 күйі болады. Кейін кезегімен бірінші шарды үшіншіге тегізіп ажыратады. Кейін пайда болған үшінші шарды бірінші шардың пайда болған заряды мен үшіншісінікін қосамыз. 6 минус 2, 4, 2-ке бөлеміз. Жаңадан пайда болған Q1 деген бізде қанша болды? 2 штрихті жазайық. 4Q, 2-ке бөлеміз, 2Q. Және де үшінші шарда бізде тоже 2Q заряд болды. Сосын дәл солай екінші шарды үшіншіге тегіземіз. Екіншіні үшіншіге тегізіп 2-ке бөлеміз. Сонда Q2, 2 штрих бұл бізде 8Q, 2-ке бөлеміз 4Q болады. Үшінші зарядта да бізде болады 4Q. Бірінші шардың заряды бізде ең соңында 2Q болады. Екінші шардың заряды ең соңында бізде 4Q болады деген сөз. 32-ші сұрақ. Вакуумде зарядтарды тасымалдаушы ол бізде есте сақтауымыз керек электрондар, я. Жартылай өткізгіштерде кемдіктер мен электрондар. 33. Төмендегі шамалармен олардың өзгерісін сәйкестендіріңіз дейді. Альфа мен бета, альфа мен гамма. Түсу бұрышы сыну бұрышынан кішкентай. Егерде түсу бұрышы сыну бұрышынан кішкентай болатын болса, мынау ортаны n1 деп алсақ, мынау ортаны n2 деп алатын болсақ, бізде n2 n1-ден кіші болады. Не себепті? Бізде орта тығыздалған сайын ол жердегі сыну бұрышы кішірейе түседі. Ал бізде сыну бұрышы түсу бұрышынан артып жатыр. Демек, ол ортаның тығыздығы бізде азырақ деген сөз. Тығыздығы азырақ деген сөз, оның сыну көрсеткіші тоже азырақ болады. Формула бойынша бізде қалай? n1 v1 тең болады n2 v2 Снелл формуласы бойынша. Демек, біздің n2 n1-ден кіші болатын болса, v2 v1-ден үлкен болу керек, я? Себебі бір-біріне кері пропорционал шамалар. Демек, жарық жылдамдығы бізде артады деп айтамыз. Ал жиілік бізде ол жарықты анықтайтын шама болғандықтан ол өзгермейді, тұрақты болады. 34. Гармоникалық тербеліс жасайтын маятниктің бастапқы t тең 0 уақыт мезетіндегі энергиясының күйін анықтаңыз дейді. Егер біздің неміз гармоникалық теңдеуіміздің заңы осындай болатын болса, бұл жерде бастапқыда оның кинетикалық энергиясы 0-ге тең бола ма? Тінің орнына 0-ді қоямыз. Тінің орнына 0-ді қоятын болсақ, синус мынаның барлығы 0-ге тең. Демек, ауытқу бастапқыда 0-ге тең. Бастапқыда x 0-ге тең болса, оның потенциалдық энергиясы 0-ге тең болады. Біздің жауап бізде не болады? D болады деген сөз. Потенциалдық энергия 0-ге тең. Егер потенциалдық энергия 0 болса, кинетикалық энергия максимум болады. Ал екіншінде косинус 0 ол бізде 1-ге тең. Демек, x максқа тең. Демек, бұл жерде керісінше. Кинетикалық энергия 0-ге тең болады да, потенциалдық энергия максимум болады деген сөз.
35-ші сұрақ. Массасы М дене важылдандықпен вертикаль қабырғаға перпендикуляр келіп соқтығысады. Қабырға бар, қабырғаға перпендикуляр келіп соқтығысады біздің денеміз. Ламдыға В, массасы М. Соқтығысу дене импульс өзгерістерімен сәйкестендіріңіз. Егер серпімді болатын болса, ол не істейді? Кері важылдандықпен бағытталады, бірақ минус В, бағыт өзгерген үшін. Демек, импульстың өзгерісі бізде не бол? М дельта В болады, Сонда М, В азайтылған минус В. То есть 2М В. Серпімсіз болған кезде ол соқтығысатта тұрып қалады. Оның жылдамдығы неге тең? Жылдамдығы екінші жылдамдық 0-ге тең. Импульстың өзгерісін табамыз. М дельта В. Сонда М В минус 0 болады. Сонда импульстың өзгерісі просто М В болады бізге. 36-ші сұрақ. Шама бар, электр қозғаушы күшін табуымыз керек. Енді берілгені бойынша біз мынандай формуланы таба аламыз, Негізгі форма дельта фи бөлінген дельта Т. 9-дан 4-ке дейін кемейді. Минус 4. То есть, минус 4 емес. 4 азайту 9. 10. Мына жерде милли мен миллилар қысқарып кетеді. Сол себепті жазбай қойсақ болады. Сонда минус 5 бөлінген 10. То есть, бізде 0,5 деген болады. А да дұрыс жауап болады. Д да дұрыс жауап болады. Және де Е де дұрыс жауап болады. 37. Шамалар бар, ыдыстың көлемі мен тығыздығы керек дейді бізде. Қысым бар, масса бар. Демек, біз қысымды табу үшін істей аламыз. Идеал газ МКТ-ның негізгі теңдеуімен 3/1 ро V квадрат десек болады. Ро деген М бөлінген В-ны білдіреді, В квадрат. Осы жерден біз көлемді тауып аламыз. Көлем табатын болсақ, МВ квадратты 3-ға бөлеміз. Масса 2 грамм, оның минус 3 дәрежесі. Жылдамдықтың квадраты 16 10-ның 4 дәрежесі. Бөлеміз 3 106-да 7 10-ның 3 дәрежесіне. Есептейміз. 2 көбейту 16. Дәреже бізде 10-ның минус 3, 10-ның 4 дәрежесі плюс 1 болады. Оны бөлеміз 3-ке, бөлеміз 106-да 7-ге. 0, 99, 99, 1, оның минус 3 дәрежесі. Осынша метр куб, немесе 1 литр деген сөз. Тығыздығын табамыз, массаны көлемге бөлеміз. 2 грамм, 2 оның минус 3 дәрежесі, 1 оның минус 3 дәрежесі. Сол кезде 2 килограмм бөлінген метр куб болады деген сөз. 38. Лоренц күшін тап дейді. Лоренц күшінің формуласын білеміз. BQ синус альфа болады бізде. Орнына просто мәндерін қоя саламыз. 2, 3 көбейту 2 оның минус, оның плюс 6-сы. Зарядымыз 1/6 оның минус 19-ы. Синус 60 градус, турасы 3 бөлу 2. 2 мен 2 қысқарады. Но бізде 4/8, турасы 3, оның минус 13 дәрежесі. Және де біз бұны есептеуіміз керек болады. 4/8, турасы 3-тен 1/73 шығады. Көбейтсек шамамен 8/3 болады. Оның минус 13 дәрежесі, немесе 0,83 пико ньютон десек болады. 39. Ұзындығы 37 см резеңке баудың қатаңдығын анықтау үшін оқушы бауға массасы 100 грамм жүгілгенде бау 90 см-ге дейін ұзаратын болса, резеңке баудың қатаңдығы мен периоды қандай болады дейді. Бізде формула mg білген кезде mg деген күш әсер етеді, ал жоғарыға қарата kx оны созады. Мысалы, серіппеге ілдік, төменге оны mg деген күш тартады, жоғарыға қарата kx деген серіппенің күші бар. Екеуі өзара тең болады. Осы жерде біз x-ті тауып аламыз. mg 0,1-ді 10-ға көбейтеміз. Резеңке бау 90 см-ге ұзаратын болса дейді. 90 см-ге ұзарды. Егер бұл 90 см-ге ұзаратын болса, 90 см-ге дейін ұзарат деген болуы мүмкін. 90 см болатын болсақ, біздер жауап шықпай қалады. 1 болып кетеді. Сол себепті 90 см-ге дейін десек, 37-тен 90-ды аламыз. Бізге k керек, то есть бөлінген дельта x. 57 см, 57 деген 0,57.
1-ді 0,57-ге бөлетін болсақ, бізде шамамен осынша шығады, то есть жауап А болады. Периодын табамыз. Периоды 2π түбір асты m бөлінген k болады бізде, 2π 0,1 1-де 887. Есептейміз. 0,1-ді бөлеміз 1-де 887-ге. Осының түбір астынан шығарамыз. И көбейтеміз 2π. 2π дегеніміз 6,128. 1-де 44 секунд. F болады. 40-шы сұрақ. Радиолокатордан жіберілген импульс нысанаға барып қайтып келу уақыты 0,2 миллисекунд болса, қашықтықпен жүрген жол. Қашықтықты анықтау үшін біз не істейміз? CT бөлу 2 дейміз, 3 көбейту 10-ның 8-і, 0,2 10-ның минус 3-і бөлеміз 2-ге. 0,1. Да бізде 0,3 10-ның 5 дәрежесі немесе 3 километр болады деген сөз. Бұл бізде нысанаға дейінгі қашықтықты біз осылай анықтаймыз. Ол барып келетін болса, жүретін жолы 2 есе артады, то есть 6 километр. Сонда орын ауыстыру, то есть қашықтығы 3 километр, жүрген жолы 6 километр. CF деген жол болады. Осымен біздің нұсқа талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.